Достар, қайырлы күн. Бүгін Opel автокөлігіне кілт жасаймыз. Мен балам бүйтіп ашады, ашылмайды дейді. Оказывается, мына ламба есік қылып қойған екен ғой. Ben ойлап жүрсем, қалай ашылады деп. Іші міне мынандай Зафира сияқты ма? Вектор Б-да бола ма осындай? Мына борт компьютер бар екенін білем Зафираларда. Ал мынаны қолдан қойған сияқты. Коврик, 2010-2011 жылдары мода болған Opel сияқты. Кілт ашқан кезде кілт көрмейді. Ашамыз. Мына жерде чек жыпылықтап тұр. Соны қазір проблема неден екенін білу керек болып тұр. Кілтін оқытып бердік. Кілт көрді. Чек бізде жаңағы лямбда зонд, кислородный датчик. Ол енді 97 жылға ондай қатты әсер бере бермейді. Чек жанғаны, бірақ чектің жанып тұрған неден деп сұрасаңыз, лямбда зонд пен катализатордың жоқтығын айтып тұр. Қалғаны барлығы қызды. Тағы бір сыртын бір көрсетіп жіберейін. Қазір мен мынаны алайын. Сыртқы келбеті осы. Opel Vectra B 97 жылы. Капот ішінде 1.8 шығар. 1.8, ешқандай турбо жоқ, массирование жоқ. Тек сырты ғана тюнингпен біткен. Осылай